Ассалаумағалейкум барлықтарыңызға. Сіздермен мен Адылхан. Бұл Астана балықшы YouTube каналы. Сонымен қысқы балық аулау. Біздер тағы балық аулауға келдік. Алдыңғы осы жерге перелетқа келген болатынбыз. Анау жерде балықшылар жүр, анау жерге. Сол жерге мен суға түсіп кеткен болатынмын. Тап сол жерге тағы бүгін келдік. Мен қасымда бүгін Абылай бар. Абылаймен бұрын біз осымен үшінші рет па балыққа келіп жатыр. Каналдың подписчигі мінекей Абылай кесіп жатыр, мінекей бұйырса. Мұз біраз қалыңдап қалған екен кәдімгідей. Бізде осыдан бір апта бұрын қатты аяздар болған. Түнде 31 градус болып сондай. Содан кейін біраз қатып, мына жер жақсы болып қалған екен. Бұйырса бүгін шортан аулаймыз, басқа да балықтар аулаймыз, көреміз бұйырса. Не болады екен? Мұздың қалыңдығы бір 25 бар ау деймін, е? Больше 35 шығармын. Қайда, мына жерге кетіп тұр ма? Астырдың кішкене. Дұрыс, мына жерге кетіп тұр ма не? Бар. Көретін боламыз, в общем. Қазір жерлецаларымызды қоямыз. Жерлецінің қазақшасы қалай болады екен жалпы? Кім білет, комментарияға жазып жіберіңдерші, жерлецінің осы қазақша қалай аталады? Жерлеці, жалауша. Күн бүгін қатты суық емес, жылы. Бірақ қар жоқ. Бізде қар бір жауып еріп кеткен. Мына аз ғана қарлар бар мұздың үстінде. Бұлайынша негізі. Айтпақшы, мынандай перчатка алып алдым. -30 деген. Осы кәдімгі хит болып жатыр, жақсы екен. Қолың су болмайды. Мен бүйтіп қолымды суға сала берсең де болады мына перчаткамен. Сол мотель алып алдық. Не? Қызыл масаның несіне ал дейтін еді, құрты. Қазір көретін боламыз. Мына жерден кесіп қояйын деп жатырмын. Қазір көрсем қалай қоятынымды. Ең бірінші мұзды кесеміз. Қыста мұзды тесетін бур деп аталады. Білмейтіндерге көрсетіп кетейін бірден. Мұзды бұлай тескеннен кейін мынандай құрылғы бар. Соны ішін тазартамыз. Алып тастаймыз бүйтіп. Білмейтіндерге көрсетіп атқаным ғой. Мынандай не бар? Жерлеці деп аталады. Мынандай жалаушасы болады. Мынандай каптықсы бар. Менде мынандай қара қармақ деген казачок дейді. Соны қоятын боламын. Кесіп болғаннан кейін тереңдігін тексереміз. Осылай жібереміз. Так, тоқтады. Тоқтағаннан кейін бүйтіп 1, 2, 3 оборот көтереміз. Осы жерден алып алсаңыз да болады, немесе сатып алсаңыз да болады, сатылады. Дүкендерде 60 теңгеден, бізде 70 теңгеден мынандай балық. Ақ балық, мынандай балық. Осыны қазір қоятын боламыз. Ол үшін балықтың артқы тесігінен бүйтіп кіргіземіз бүйтіп. Кіргіземізден мына несіне тақап тұрып былай итереміз терісінің арасынан. Терісінің арасынан итереміз де болды міне. Сосын былай жіберетін боламыз. Балық түскен кезде мына жалаушамыз көтеріледі. Мына қоңырау тұр, сыңғырлап бізге дауыс беретін болады. Сол кезде біз тартатын боламыз. Бұл қыстыгүні жыртқыш балықтарды ұстауға арналған құрылғы ғой. Алабұға, көксерке болуы мүмкін, шортан, соған арналған. Ал, Абылайдың бірінші жаңа айналдырды. Ал, Абылай алып татып жатыр біріншісі. Ема-май, өшіп қалды. Şimdi бірінші балық алып шықтынан қараңдар. Базар 12 грамм. Мынандай жиыз. Балықтары.
істе жүр. Анжеле ломка қойғам соған. Тос. Әне, біріншісі. Менікі ар жақта тұр. Жебесі нормально сияқты, сала көк. Али жүріп жүріп. Ана аяқта адамдарды қара, құжынап жүр. Рыбалка, короче. Айтпақшы достар, сіздерге хабарландыру. Мен WhatsApp группа аштым. Осы Астана балықшы деп аталады. Описаниеда ссылкасы болады. Группаға кіріп тіркелсеңіздер болады. WhatsApp'та осы менімен бірге балық аулауға барып олсыздар. Сол жерде ақпараттар болады. Балықшылар бір-бірімізбен тәжірибе алмасамыз деген сияқты. Қосылыңыздар міндетті түрде. Қай қалада болсаңыздар да өз қалаларыңыздағы ақпаратпен бөлісіп отырасыздар. Біз жақын арада басқа қалаларға да шығып бастаймын. Бұйырса, может, сіздермен бірге балыққа барып қаларым. Немесе Аблай секілді бірге алып кетерім балыққа. Міндетті түрде WhatsAppқа тіркеліңіздер, сол жерде қызықтың бәрі болатын болады. Көр. Бірақ тұрды ғой. Өлген балықты алмайым деген ғой, короче. Да? Жеп кетті ғой. Жеп кетті ғой. Да. Жер жақсы екен ғой, онда қасына тисе кетті. Мінекей. Айналдырып жатыр. Көрейік. Шортан бар ма екен? Айналдырып жатыр. Мына жерде екеулік тұр, сол үшін асықпаймыз. Айналдырсын. Бар, бірақ жеп-жеңіл кішкентай бірдеңе ғой деймін. Ой-бай. Кішкентай шортан. Ондай тарасқа түсіп отыр ғой. Давай, сау бол. Мамаңды шақыр. Кетті. Кішкентай шортан. Мандай карасқа түсті. Карасты кері салам ғой. Жақсы. Ойбай. Мен ашмай конкретно. Мұсыны отыр дүңгі-дүңгі. Оны күшті екен, да? Самоделіне. Әлі ескісі бар әлі? Қат отыр ма? Че там? Жоқ па? Істеген да? Істеген да? Походу. Істеген ғана ал жағыңар. Иә. Жоқ мына жағынан. Кірмон тістер. Басынан алады екен ғой? Бас жағынан. Труба мынау. 15-тік па? Я не помню, видео болған соң айдып жүрдім. Ламинат. Менікі антер тоже, қолдан жасалған. Үлкен үлкен территорияны алып алдық қой, ана жерден бастап, бұлай айналдырып. Басқа адамдар бәрі ана жақта жүр, бізге жақындамайды. Бұдан жерге тұрып алдық. Тағы бір флажок көтерілді. Аблайдікі. Аблай озайын деп тұр ғой бүгін. Балқы да жоқ па не? Балық ойнында жоқ ғой. Қай балық екен ғой? Қараш қана. Қараш па? Әзді машиналар киіп жатыр. Ошы мұнда балық болмай шықты. Жарайды. Анау жаға жақты тесіп, сол жерден көрейін деп жатып кішкене жаға қарай. Сол жерден мұш жақсы түсіп қалар. Ала бағалар. Бір флажогым көтерілді.
Ең шетте тұрған. Көрдегі. Шетке кірді. Айналып атқан жоқ. Жаңа ғана көтерілді. Енді ас. Кетті. Жібере салды. Мына тістеген кәрісті. Нормально тістеген. Күту керек еткісі. Жақсы бір айналдық та жібере салды. Жарайды. Әні флажок көтерілді тағы да. Абылайдікі. Мен мына жерден естіп тұрмын ғой көтерілген. Абекен бүгін молодец. Хоба, кеттім. Асып қалдың ба? Менде де болды, жібере салып тұр екен. Иә, жақсы ұрып жатыр қазір. Мына жерге қойғанымыз көтерілді, мана осы жерден балға қойдық қой. Прикорм қойған еще. Бар ғой. Кетіп қалды сразу өзі. Не, алабаға түстің ба? Базар жоқ. Мына алабаға түсіп тұр. Кілең кішкентай шортауын болады. Ол нешіншісі? Үшіншісі ма? Солай болып жатыр. Үлкендері көрінбей жатыр. Нақ шықпай жатқан. Тұрғын ғой, айналдырмай, да? Аха. Тамаға алып қойған ғой, шорт неде? Алауға адам ба? Негізі жақсы клёп не істеп жатыр, көтеріп жатыр қайта-қайта. Біраз көтерілді уже. Бірақ үлкен балық жоқ, шортан жоқ, кілең кішкентайлар түсіп жатыр, білмеймін не екен. Кішкентайлар түсіп жатыр, немесе жіберіп қойып жатыр. Сондай болып тұр. Қармаққа кішкентай ақ балықтар да түсіп жатыр негізі. Сол біз палатка құрып обед пісіретін боламыз. Тексереміз. Жоқ іштеме. Бірақ несі грузды кішкене ауырлау екен, е? 10 грамм, е. Ұрған ғой. Ұрған ба? Е. Мына жағы. Ох, иман. Қалып кетті ол конкретно. Бір ұрғанда жібере салған. Бірақ мында одинарник тұр ғой. Бір иман. Кішкене не істеп жатыр мына. Братан, қозғалсай. Шок қойды. Сотрясение мозга алған. В общем, палатканы алып келдік. Палатканы жазды күні жуғам мен. Содан кейін ең бірінші рет құрайын деп жатырмын. Міне палатка тап-таза болып тұр. Жазда жуғам. Мына жерде ссылка болады, сол ссылкадан подсказка. Сол жерден көрсеңіздер болады, қалай жуғанымды. Мінекей тап-таза болып тұр. Содан кейін бірінші рет қолданайын деп жатырмын. Прям тап-таза болып тұр ғой. Жақсы, мен пока қоя беремін ғой. Негізі бүгін мен өткен естерден сұрадым ғой. Ет пісірейін бе әлде, борщ пісірейін бе деп. Сол ет пісіруім керек болған. Бірақ бүгін пісірмейтін болдым, себебі план бойынша тағы кісілер болу керек еді. Ол кісілер шықпай қалды балыққа, сол себепті келесіде міндетті түрде пісіретін болам. Бүгін басқа тамақ жейміз. Бүгін пельмен жейміз, оңай тамақ. Палатканы құрып ішіне аулайтын боламыз. В общем, солай жағдай.
Тағы біреуі тұрды мінекей. Күшті болып жатыр негізі. Анада тұр ғой ана. Анада тұр мінекей. Да ну. Опа, опа. Жіберіп қойды, ё-моё. Жіберіп қойды, нормально болды, мына бар ғой. Давай, сейчас заменим тогда. Кеттік анаған байық. Түсіріп жатыр ғой, е? Мен білмеймін сен кадрда барсың ба, жоқ па деп саған қаратып қоймай әйтеуір. Не істе? Еще не видите, бұл жоқ. Балығы да жоқ сияқты, прикинь. Ушел, балығын жеп кетті ғой. Да. Екеуі де пустой, да? Нехорошо, нехорошо. Палатканың ішіндеміз. Ještě біріне қауып атыр ал. Яны, оп. Блин, көп күтті ғой. Мәссағай құса. Ей? Бар. Ағаларымды, апаларымды шақыр, братан. Братандарымды шақырып кел. Ошы, міне. Пельмен. Рыбактардың ұлттық тағамы. Пісті міне. Пісті мәкен көрейік ал. Мінекей біздің тағы бір неміз тұрып тұр. Және мынау. Короче, біздер обед ішіп алдық. И бізде басталды, короче. Флагтарды қараңыздар, нешеу тұр. Мынау біреу тұрған мана, біреу тұр. Ар жақта екеу тұр, жана мынау көтеріліп менікі. Короче, жестко болып жатыр. Міне, мынау көтеріліп жана. Мощно болып жатыр, мощно. Бірақ балықтары күттей болып жатыр. Анан қара. Шутан. Көрейік ақ. Жоқ. Ачо сен көтерілдің? Вообще тістемеген де ештеңе. Тымда жоқ. Осы қуантайын деп көтерілгенше. Алексі бар. Че там? Бірне болған қарайсқа, да? Ну, лучше. Короче, мынаған келе жатыр екен. Мынада болмаса білмеймін енді. Онда ұят болады. Иә, алып кеткен ғой. Мынада болмаса енді білмеймін. Бұлардың рискалары біраз негізі. Жоқ па? Не. Мен анау көтерілді. Менікі. Или не мынау? Жоқ, ол көндірі ғой аңғыры. Да жол екен, мен кеттім анау көтерілді. Резко бару керек сияқты ғой. Күшті көтеріліп жатыр, бірақ немене балық жоқ, а?
түспей-ақ. Бар. Пустой. Ана көтерілді та. Анан тұрып кетті. Сен артындағы. Ошым. Кетіп қалды. Болды негіз. Кішкене күтуге дейді. Кішкентай сияқты бірақ. Ошым солай болып жатыр. Сіздер егер каналға жазылмаған болсаңыздар, міндетті түрде жазылыңыздар. Лайк басыңыздар, комментарий жазыңыздар. Қай қалада мені көресіздер? Сіздерде қалай болып жатыр балық аулауға? Қай қалада деген сияқты. Сіздер қалай аулайсыздар? Таусылай аулайсыздар ма или басқаша ма? Міндетті түрде комментарийға жазыңыздар. Маған қызық. Ошым солай тексеріп жатыр абылай. Жоқ секілді. Білмеймін не болып жатқан. Бүгін сондай бір қызық болып жатыр ал. Мынандай мен кездестірген жоқ, мынандай болған жоқ менде вообще. 8 рет па неше рет көтерілді бәрінде. Көбінде кішкентай шорттан және жеп кетіп жатыр. Қызық. Или біздер әлі дұрыс аулау білмейміз. Ол да болуы мүмкін. Хоп. Зимний рыбалка деген осы. Үстіп түтіп отырасың. Ән. Опа! Нормалек. Нормально бірден ұстап алдым. Прикинь? Анан қара, ей! Уху! Қалай? Хорош? Хорош па? Нормально. Горбач. Ну-ка, дай-ка вот так вот схвачу. Ничего себе. Нормально. Четкий. В общем, мынандай алабұға ұстап алдым мінекей. Қанаққа. Осы алабұғалар сияқты ғой біздің нелеріміз бе. Аны біреу көтерілді. Мінекей мынандай алабұға. Тема. Ар жақта бұл. Бір флажак көтеріліп жатыр. Міне, мына түсті. Ката қылайтын мықты. Мықты. Щегулдар. Мынаған қара жебец. Қал жерім біз. Бұнандайдан да жақсы жебец құлма. Ошым деген құттай жебецтерді қырып атырға. Саласын аласын болып атыр мына. Саласын, қоясын. Саз қалады. Опа. Мынандай 7-8 сантиметр. Мана осын іздедік, түспей қойды. Алабұғаға келіп едік. Салған бойды. Мінекей кәдімгі. Нағыз. Жет. Жек кетті. Болды негізі. Тістеп тұрған ғой сволш. Короче, бізде қараңғы түсіп бұратыр. Күн батайын деп жатыр.
жерлицаларымыз тұр. Мана сработкалар болды, түсірген жоқ біз. Бәрі шыққан жоқ іштеме. Сондай қызық жер екен мына жер. Ала бұқалар ма, немесе кішкентай шортандар көп па. Алдын біз негізі перулетқа мен тауыш жерге келгем. Суға түсіп кететін кезде. Ол кезде түсті негіз шортандар. Осы жолы осылай болып тұр, білмеймін не екен. Біздер қазір шай ішіп жиналатын боламыз. Бұға бұл ұстаған мынандай. Осы балық қана болып тұр. Қалған шортандарды жібердік. Сіздер каналға жазыңыздар, лайк басыңыздар. Описанияда WhatsApp группа болады, соған тіркеліңіздер міндетті түрде. Осындай рыбалка болды бүгін. Қазір жиналамыз, кейін түсетін болса айтатын болам. Че там, Аблай? Не дейсің? Қалай? Первый лет. Аблай бірінші рет шығып жатыр. Нормально. Биылдыққа. Қармаққа кішкене ұстадық, жерліса кішкене ұстадық, бұйырған. Бәрін жібердік общем. Бүгін добрыймыз. Кішкентай балықтарға миссия. Кирилл жоқ арамызда. Сіздер каналға жазыңыздар, лайк басыңыздар. Аман болыңыздар, сау болыңыздар. Но қандай жануар? Мына түсіріп жіберші фонарикті. Фонарикті түсіріп жіберші мына. О. Но қандай жануар? Ана жерде балықты алуға келіп тұр ғой. Қарсақ па мынау? Қарсақ. Қарсақ. Қорқпайды мыналар ғой. Әдік саған сәлем беруге барады. Берсін.